кеш, құрметті көрермен. Эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар қызметі, студияда Алтынгүл Машкенқызы. Бүгін хабарымызда мемлекеттік қызмет өкілдерінің қатысуымен отырыс өтті. Мейірімі мол жандар атты қамқоршылар күніне арналған шара ұйымдастырылды. Дүйсенбі қазанның 31 жұлдызында Экспо 2017 павильондарын халықаралық қатысушыларға табыстау басталады. Бір ел бір кітап республикалық акциясы жалғасуда. Кеше қалалық әкімшілікте ұлттық сандық телехабар тарату, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және зейнетақы мәселелері бойынша мемлекеттік қызмет өкілдері арасында отырыс ұйымдастырылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қалалық әкімшіліктің мәжіліс залында мемлекеттік қызмет өкілдерінің басын қосқан отырыста елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған жолдауы, ұлттық сандық телехабар тарату, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, сондай-ақ зейнетақы мәселелері бойынша ақпараттар айтылып, ортақ талқыға салынды. Аталмыш отырысқа облыс әкімі аппаратының мемлекеттік құқықтық жұмыс бөлімінің басшысы және де Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органдарында әдеп жөніндегі уәкілі Аешев Бақтияр Ғабдуллаұлы қатысып, мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс барысында тіпті жұмыстан тыс өзін-өзі ұстау әдебі бойынша біршама ақпаратын беріп өтті. Атап айтқанда негізгі 5 ережелері, олар мемлекеттік қызметшілердің жалпы мінез-құлық стандарттарын, қызметтік үй-жайларында өзін-өзі ұстай білу ережелері, көпшілік алдында сөйлеу мәнерінің дұрыс болуы, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне берілетін сұхбаттарында сөйлеу әдебін қадағалау басты мақсат екендігін атап кетті. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер өткізілетін жиындарға кешікпей уақытылы келуі де әдептің бір түріне жататын тілге тиек еткен Бақтияр Ғабдуллаұлы жұмыс уақытында ұялы смартфонды қолдануға болмайтындығын, сонымен қатар мемлекеттік көліктерді де өзінің жеке мәселесіне пайдаланбау керектігінде тізіп шықты. Отырыс барысында одан әрі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру тақырыбы сөз болып, бұл жөнінде қалалық емхананың директоры Сипат Сағынбаева баян етті. Еліміздегі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ұлт жоспары 5 институттық реформаны жүзеге асыру жөнінде 100 нақты қадамның 80-ші қадамына байланысты және де денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарлама аясында енгізіліп отыр. Медициналық сақтандыру халықтың денсаулығын қорғау жүйесі болып табылады. Дамыған елдердің көпшілігі оны денсаулық сақтау саласында қолданып, нәтижесін көріп отыр. Ендігі жерде бұл мәселеге мемлекет және жұмыс беруші де белсенді араласпақ. Мысалы, сақтандыру жарналарын азаматтарға жұмыс беруші мекемелер төлеп отырады, ал жұмыссыздар мен еңбекке жарамсыз адамдар үшін жарна мемлекеттен аударылады. Сондай-ақ еңбеккер азаматтар өз жалақыларына мақсатты салымдар аударады. Бұл жүйе халықтың барлық топтары үшін медициналық және дәрі-дәрмектік көмектің тең көлемі мен сапасын қамтамасыз етпек. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесі елімізде 2017 және де 2024 жылдар аралығында біртіндеп енгізіледі деп күтілуде. 2017 жылдан бастап мемлекет, жұмыс берушілер және де өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуді бастайды. Елімізде жыл сайын қазан айының 29 күні қамқоршылар күні аталып өтіледі. Осы мереке қарсаңында кеше номер 16 жалпы білім беретін орта мектебінде қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен мейірімі мол жандар атты іс-шара ұйымдастырылды. Толығырақ қатысып қайтқан әріптесім жалғастырады. Жыл сайын 29 қазанда шығармашылық бастама әйелдер лигасы қоғамдық бірлестігінің, Қазақстанның қамқоршылар одағы қоғамдық қорының, бала дауысы бірлестігінің бастамасымен республика бойынша қамқоршылар күні өткізіледі. Аталмыш мерекенің аталып келе жатқанына биыл 7 жыл болады. Осы мереке қарсаңында қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткен мейірімі мол жандар атты қамқоршылар күніне арналған шараға қалалық білім бөлімінің жанындағы қорғаншы және қамқоршы секторының меңгерушісі Ақнұр Танабаева, қаламыздағы мектептердің әлеуметтік педагогтары және қамқоршылар қатысты. Бүгінгі таңда Сатпаев қаласы бойынша 126 бала қорғаншылар мен қамқоршылардың отбасында. Қамқоршылар күні аясында бала бойына отбасы жылулығы мен махаббатын дарыта алатын кең пейілді, ашық жүректі жандарға құрмет көрсетілді. Аталмыш шара барысында қалалық білім бөлімі жанындағы қорғаншы және қамқоршы секторының меңгерушісі Ақнұр Танабаева сөз алып, қамқоршыларды мерекемен құттықтап өтті. Өмір болғаннан кейін адамның өмірінде әр кезеңінде әртүрлі жағдайлар болып жатады. Мінекей сондай бір жағдайлардың нәтижесінде сондай өмір толқыны сіздердің де жанұяларыңызды шарпыды. Бірақ нәтижесінде сіздер түрлі жағдайда ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларыңызға, немерелеріңізге, туысқандарыңыздың балаларыңызға, тіпті бауырларыңызға қамқоршы, қорғаншы бола білдіңіздер. Қиын сәтте сол балаларға пана бола білдіңіздер.
Сол қасиеттеріңіз үшін сіздердің алдарыңызда басым дейіп рахмет айтқым келеді. Әрқашанда тілерім денсаулықтарыңыз зор болсын. Сол өсіріп отырған балаларыңыздың тек қана қызығын ғана көріңіздер. Сіздерге тек қана қуаныш, жақсылық қана алып келсін демекпін. Сондай-ақ қорғаншылар мен қамқоршылардың құрметіне арнап номер 16 жалпы білім беретін орта мектебінің оқушылары өз өнерлерін көрсетіп, әннен шашу шашты. Және келген қамқоршылардың ішінен Батира Беркеева мен Сәуле Акажанова сөз сөйлеп, мектептің әлеуметтік педагогтарына, мектеп басшылығына деген ризашылықтарын білдірді. Барлық қамқор жасап жүрген адамдардың отбасына бірлік, татулық, мейірімділік, мектебіміздің қамқоршыларымызға, балаларымыздың жақсы оқып, қатарынан қалмай, жақсы азаматша болуына тілектеспін. Мектебіміздің әлеуметтік мұғаліміміз Майра Абдрахманқызға мен өте ырзамын. Өзім әже ретінде қандай қиыншылығым болсын, қандай ішімдегі шыға алмай жүрген сырым болсын, сол кісімен келіп, ақыл кеңесін алып тұрамын. Міне осылайша алғыстарын білдірген қамқоршылар мен қорғаншылар психологтардың тренингісіне қатысып, өз балаларының, немерелерінің, бауырларының есімдерін түрлі түсті қағаздарға жазып, бала бойындағы ерекшеліктерді атап өтті. Және шара соңында Ақнұр Рахымқызы қорғаншылар мен қамқоршыларды қалалық білім бөлімі атынан алғыс хаттармен және 3 адамды облыстың алғыс хаттарымен марапаттады. Бүгінгі таңда қаламыз бойынша 107 қамқоршы жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға аналық, әкелік мейірімдерін төгіп, оларды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп келеді. Оларға мемлекет тарапынан жәрдемақы да төленеді. Осындай жауапкершілікті арқалап жүрген жандарға балаларының қызығын көріп, аман есен жүре берулерін тілейміз. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Келер жылы елімізде болатын елеулі жаңалықтардың бірі Экспо 2017 халықаралық көрмесі екені белгілі. Әр апта сайын халықты осы көрме аясында болып жатқан жаңалықтармен деп таныстырып отырмыз. Дүйсенбі қазанның 31 жұлдызында Экспо 2017 павильондарын халықаралық қатысушыларға табыстау басталады. Экспо 2017 ұйымдастырушы кеңсесінде Астана Экспо 2017 ұлттық компания акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Ахметжан Есімовтің Бразилия ұлттық секторының комиссары Золтир Чапеттимен және де Бразилия Федеративтік Республикасының Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Диметро Карваломен кездесу өтті. Кездесу барысында Ахметжан Есімов бразилиялық тарапты көрмені дайындау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар жайлы хабардар етті. Дүйсенбіде, яғни 31 қазанда біз алғаш халықаралық павильондарды сонымен қатар пәтерлерді экспоға қатысушы мемлекеттерге табыстауды бастаймыз. Өз кезегінде Золтир Чапетти жаңартылатын энергия көздері бойынша өз әзірлемелерін Астана қаласындағы Экспо 2017 көрмесінде көрсету мүмкіндігі үшін алғыс білдірді. Біз үшін бұл өте маңызды оқиға, өйткені Бразилияда жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 73,5% шамасын құрайды. Бұл біздің болашақ энергиясы бойынша әзірлемемізді көрсету мүмкіндігі. Елде гидроэнергетика, жел, күн және басқа энергиялар өте дамыған. Біз осы көрмеде сіздердің үміттеріңізді ақтауға тырысамыз деп мәлімдеді Бразилия ұлттық секциясының комиссары. Бүгінгі күнге Экспо 2017 көрмесіне қатысуды ресми түрде 105 ел растады. 101 ел өздерінің ұлттық комиссарларын да тағайындады. Қазіргі мезетте компания экспозициялардың жобаларын қабылдауға кірісті. Қалалық орталықтандырылған кітапхана ұжымының ұйымдастыруымен «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы аясында Дулат Бабатайұлының шығармашылығына арналған патриоттық кеш номер 3 орта мектебінде ұйымдастырылды. Биыл «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы 19 ғасырдың алғашқы жартысында ғұмыр кешкен көрнекті ақын Дулат Бабатайұлының шығармашылығына арналып отыр. Ақылды асыл, аты аңыз осындай тақырыпта номер 3 жалпы білім беретін орта мектебінің оқушылары арасында патриоттық кеш ұйымдастырылды. Дулат Бабатайұлының шығармашылығына арналған кеште ақынның өмірі мен шығармашылық жылдары арнайы дайындалған бейнебаян арқылы оқушылар назарына ұсынылды. Жаман қашын алсаңыз, жамандығын білдіріп, ерінің қуатын өлтіріп, маңдайға біткен зормен дейді. Бірлігі бар адамдар айтқан сөзге көнеді, сабырменен жүреді, оның өзі нар дейді.
Іс-шараның мақсаты 19 ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүрген кемел ақын Дулат Бабатайұлының шығармашылығының өміршеңдігін, маңыздылығын келер жас ұрпаққа түсіндіру. Сонымен қатар оның толғаулары арқылы шынайылыққа, шыншылдыққа, ұлттық және патриоттық сезімге баулу, оқырмандардың тіл шеберлігін, дүниетанымдық көзқарасын арттыру, туған жерінің ел жанды азаматы болуға, имандылыққа, парасаттылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Бір кітап акциясы аясында Дулат Бабатайұлының өсиетнама кітабы бойынша ақылы асыл аты аңыз атты патриоттық кешімізді өткізгелі отырмыз. Оған іс-шараға осы мектептің 9 және 10 А класс оқушылары қатысқалы отыр. Іс-шараның мақсаты Дулат Бабатайұлының шығармашылығын кеңірек насихаттау, оқырмандардың тіл шеберлігін, дүниетанымын, көзқарасын арттыру, туған жердің ел жанды азаматы болуға, ұлтжандылыққа, патриоттыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Дулат Бабатайұлы қазақ әдебиетінің тарихындағы көрнекті тұлғалардың бірі. Ол 1802 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында дүниеге келген. Туған жер адамның іс-әрекеті, мінез-құлқы, тарих көші, кәсіп туралы әр алуан тақырыпты арқау еткен, оның қаламынан өткір сатира дәрежесіне дейін көтерілген туындылар туды. Қазақтың бай ауыз әдебиетімен ақын жыраулардың көне мұраларымен сусындап өскен ақын өз замандағы көз қарақты, білімді адамдардың бірі болды. Сарыарқадағы атышулы ақындардың қатарынан орын алып, аузының дуалылығымен ел құрметіне бөленген ол 1874 жылы дүниеден өтті. Сөз қадірін түсінген ақын қаламынан үлкен әлеуметтік мәселелерді көтерген туындылар туды. Оның қазақ деген ғарып жұрт, тырнақтай меңі болған соң, тегімді менің сұрасаң, ал қарағай сұлу сындардай, о сарыарқа сарыарқа, асқар таудың сәні жоқ сынды. Біршама толғаулары да сол тұстағы шен-шекпен үшін елі мен жерін сатқан қуларды қатты шене отырып, олардың іс-әрекеттерін әшкерелейді. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Жағымды жаңалықта жолыққанша аман сау болыңыздар.